Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бір ғана жұмыртқадан чак-чак дайындайтын боламыз. Бір ғана жұмыртқадан осыншама көп чак-чак дайын болады. Ендеше менімен бірге видеоны соңына дейін қарап отырыңыз. Ең бірінші жұмыртқамызды саламыз, содан соң кішкене ғана содымызды салып, жұмыртқамыз бен содымызды біркелкі болғанша араластырамыз. Содан соң ұнымызды аз-аздан сала отырып, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Мінекей, бізде қамырымыз дайын болады. Осы дайын қамырды 15-20 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Он 15-20 минуттай өткеннен соң қамырымызды алып оқтаудың көмегімен жұп-жұқа қылып жаямыз. Жұп-жұқалығы соншалықты ар жағындағы дастарханымыз көрініп тұруы қажет. Содан соң пышақпен немесе осындай арнайы құралдармен өзіңіздің қалауыңыз бойынша қалаған формаңызда барлығын кесіп аламыз. Мінекей, осылайша біз барлығын кесіп алды. Осындай көбік етіп кесіп алдым. Өзіңіздің қалаған бойынша жасасаңыз болады. Содан соң табамызға майымызды құйып, майымызды әбден шыжғырып аламыз. Әбден майымыз шыжғырған уақытта чак-чагымызды салып, екі жағын араластыра отырып, қып-қызыл болғанша осылай қуырып аламыз. Мінекей, осылайша біздің чак-чагымыз өте тез дайындалады және бір ғана жұмыртқадан осыншама чак-чак пайда болады. Міндетті түрде жасап көріңіз, өте дәмді болып шығады. Дайын чак-чагымызды өзіңіздің қалауыңыз бойынша сгущенка немесе бал қоссаңыз болады. Мен бал қосып араластырдым. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Егер де менің видеом сізге ұнаған болса, видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Рахмет көп-көп.